Assalamu алейкум, құрметті қазақ елі. Бүгінгі 14 наурыз бірінші көрісі күнінен тұспа-тұс кеп қалып жатыр екен. Одан қалса жұма намаз бүгін. Оның үстіне мынау қасиетті Рамазан айы өтіп жатыр. Барлықтарыңызды осы мейрамдармен құттықтаймын. Аллах Тағала бізге екі күннен нығметін берсін. Осыны бүгінгі күн тамаша болып тұр, әдемі. Енді ағайындар, енді өздеріңізді білесіздер, біз елім жерім деп жүргеннен кейін баяғы сол мына өзіміздің қыздардың, әйелдеріміздің жағдайына айтқымыз келеді, соны еске түсіргіміз келеді, айта бергіміз келеді. Енді сол айтатын осы орайда мысалға қазіргі ана қыз балаларымыздың, әйел балаларымызды ескерту қойып, ескерту айтып, жаңағындай жинақы жүр, ашық-шашық жүрме деп айтып, ескертіп қоюларыңызды сұраймын, ағайындар. Мынау 8 мартта енді мынау көктем болғанмен де Рамазан айына түсіп, кішкене болса да қалада ашық-шашу жүру болған жоқ. Енді мынау Рамазан айы тоқтайтын болса, мынау қазіргі уақытта кім жаңағыда бет ашылып бара жатыр дейді. Сондықтан зинақорлықты насихаттамас үшін, зинақорлық белең алмас үшін қызға 40 үйден тыйым, ұлға 30 үйден тыйым деп бала шағамызды ескертіп тыйым салып отырайық, ағайындар. Соған шақырамын. Енді флешмоб болса, осындай жақсы нәрсеге флешмоб жасаңыздар. Ұл қыздарыңызға тыйым салып отырыңыздар. Егерде енді жаңағындай енді ақша тауып жатыр ғой деп ойлайтын ата-аналар бар. Ақша тауып жатыр ғой қызымыз, ақша тауып жатыр ғой баламыз деп бетімен жіберіп жатқан ағайындар болады. Бауырлар, сондықтан сол бауырларға да жалпы қазақ еліне де ескертім келеді. Ол ақша тауып жатыр екен деп не істеп не қойып жатқанын бақылаусыз жіберу жаман нәрсеге алып келіп соқтырады. Сондықтан балаларыңызға оқытып, білім алуды үйретіңіздер. Жаңағындай қара жұмыстарға жоламайтындай, қара жұмыс жасамайтындай, сондай білім арқылы сондай жеңіл жұмыстарды жасауға тырысу керек. Жетеді ғой, мысалға жеңіл жұмыс жасағанған май-велограф болсын, таргетолог болсын, және программировать етіп бағдарламаушы болса да. Сондықтан ағайындар, барлығыңызды осы білімге шақырам, оқуға шақырам. Дініміз ислам, кітабымыз Құран, жаратушымыз бір Алла. Сондықтан қазағымыз ұйымшылта тәтті болсын, қазағымыз дами берсін, жасай берсін. Қасиетті жұма намазымыз қабыл болсын, ағайындар. Ассаламу алейкум.